Сәлем шаяннар. Сәлем. Бүгін бізді қонақта Кореев театры артисті Муса Камалов. Исәнмісіз? Қойнар, сәлем сізге де. Муса абый, яңа сезонда балалар үшін премьера әзірлейсіз деп білем. Әйе Жәмил, нәк шулай. Алла берса, өзіміздің театраль сезонны 28 сентябрь күнні нәк міне премьерадан бір бақытлы күнім деп аталған спектакльдан башлап жіберге есеплейбіз. Шеп, сіздің үшін ең бақытлы күн ненде бола? Бақытлы күн түшінчесіне келгенде енді меңа қалса ол түрлі күшінікі түрлі шейінді. Айруша балаларыныкі бір түрлі, үлкендерінікі өзіне бір түрлі бұладыр енді. Енді міне бұл спектаклі біздің есіміне келгенде, біз енді аны балалар көзлігінен шығып бұл спектакльға есім бердік. Бір бақытлы күн дейіп, ол енді міне әйтіп кетері керек, шол балашақ әлі бір нендей мәшақатлар жоқ, әти әне янда, шулай оқ әби бабай қырында, әбінің тәмні қоймағын ұшап, сүтін ішіп, ертен әтеш тауышларына уяну, міне шунардан да меға қалса, енді балашақта шунардан да бақытлырак күн жоқтыр деп ойлайым мен. Бұл бақытлы ғайләді кімнер яши? Бұл бақытлы ғайләде ол әтті, әні һәм оларның балалары бұл енді бір тұлы ғайләді бейтірі керек. Сіз өзіңіз қайсы рөлді кім болып ойнайсыз? Мен енді бұл бір бақытлы күнім деп аталған спектакльда ғайлә башлығын әти рөлін ойнайым, әти рөлін башқарам. Спектакль бик үзенчәлекле булырга ашаган. Бұл спектакль біздің бик тә үзенчәлекле, чөнки ул біздің театрыбызның бәләкәй залында башланып китә инде. Ул әле сіз келген біздің тамашачыларыбыз театрның бәләкәй залына кірерге үлгермей, инде шушы спектаклебезнең халәтенә кіріп шумалар. Ул инде әйтеп китәргә кирәк. Аларны без Габдулла Кореев театры артистлары қаршы алабыз, әлі спектакль башланмаған күйінше. Бұл енді оларға айруша өзіне мәне бұл спектакльға хас болған мұхит тудырылды. Шулай оқ әйтіп кетері керек біздің нәни достарыбыз, біздің тамашашыларыбыз, шулай оқ сәхнәден бик кішкенегіне орада отыралар. Алар мақсус мендәршекләрдә, буфекларда қарап отыралар. Біттін оңайлы шартларда алар үшін тудырылды. Тағын нәрсе айтып, алар біз театрыбыз артистларынан міні құл сузымы арасындағына бүтін әйбіріне көріп, қарап отыралар. Тіләселер келіп, өзлеріне қызық болса, келіп, өзлеріне, көңілеріне яқын келген жиһазларны, өзлеріне жақын келген реквизитларны хәтта тұтып та қарай алалар. Қызық екен, пьесаның авторы кім? Біздің режиссер, Петербургтан келген режиссер. Пьеса ғұмумен біз әлі білейдік. Біздің бұларға тиіш, яғни достарыбыз үшін бейби спектакль. Ләкин пьесасын білінді әлі тонышмаған ек, чөнки ол жоқ еді. Режиссер келгеш, біз бүтініміз бір-бірімізге қарап алдық та, һәм режиссер бізге жонды кішкенегіне тренинг ұздырыға тәқдим етті. Бүтініміз бірге, міне шошы спектакльда қатнашушы артистлар білін көзлерімізді емді та, һәм шул өзіміздің балашақтағы бір бақытлы күнге сәяхат ясадық. Сәяхат қылдық, һәм не ғажап, соңынан енді біз көзлерімізді аштық. Бізге бір 5-10 минут вақыт берілді. Һәм көзлерімізді енді ашқаш, бүтінімізді сөйлей башладық. Шундай мүмкіндік берселер, қойсы күнге біз қайтыр едік. Һәм не ғажап, бүтінімізді сөйлей башладық. Нәк міне ауыл турында. Өзіміздің ертен әтеш қышқырларына уянуына, әбейбіз турында, бабабыз турында ертен тұрып, пешенге барулары, су кірулері, һәм бұлар бүтініміздің де ой фикірлері туры келді, һәм енді міне шушыннан бүтініміздің күші білен бұл спектакльға пьеса yazılды. Бик тә қызық екен. Әміне бұл спектакльні сәхнәгә кім қойды?
Спектакльга қойышы режиссер, танылған режиссер, Санкт-Петербург шәһәреннән келген Екатерина Гроховская қойды бұл спектакльні. Барлық нәни дусларыбызны һәм аларның әти-әниләрен көтеп калабыз, бер дә үкенмәсез. Biz de келербіз, Алла берса, театрда очрашканга кадәр, Муса абый. Сезне дә көтеп калабыз. Сау булыгыз. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә.